2012 оқу жылында туған тіліміздің мерейін өсіріп, ұлттық салт дәстүрімізді, мәдениетімізді жаңғыртуға бағытталған Қазақ аруы 2012 республикалық сұлулық байқауына мектебіміздің 10-шы сынып оқушысы Қорлан Мұратқызы қатысып, арнаулы дипломмен марапатталды. 2011-2012 оқу жылы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің ұйымдастыруымен тіл мерекесіне орай ақын, қоғам қайраткері Мұхтар Шахановпен кездесу өткізілді. Бұл мектеп оқушыларының әдебиет әлеміне қызығушылығын арттырып, туған тіліне деген құрмет сезімін оятуға үлкен әсерін тигізген игілікті шара болды. Әр халықтың ойына сай ой бар. Ойсызға да қаталдылық қойлар. Қазақ тілі, қазақ халқы деген сөз. Тілін қорғай алмаған бұл жойар. Осы 2011-2012 оқу жылында 11-ші сынып оқушысы жас талапкер ақын Нұржанов Нұрбек жас ұрпақ өлеңдерінің Мұхтар Шаханов шығармаларымен үндестігі деген тақырыпта ғылыми жобасын қорғап шығып, қала әкімінің қолынан үркер төс белгісін алды. Талай өреннің өнерін өрлеткен Тай жарыс республикалық радиофестивалі аяқталды. Әлдейлі ән, күмбірлі күй, мәнерлі өлеңдермен өрілген бұл жарысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 800-ден аса өнерпаз қатысқан. Алайда жас өскіндердің ортасынан 120-сы ғана ақтық сайысқа жолдама алды. Шалқар ұлттық арнасымен атадан қалған мұра жеке қоры ұйымдастырған байқауда өнерпаздар 5 аталым бойынша бақ сынады. Соның нәтижесінде жеңімпаздар анықталып, оларға арнайы сый-сияпаттар мен алғыс хаттар табысталды. Алматыдан Әсем Изатқызы баяндайды. Ана тілмен өсем, өнем демалам, бойға қуат, өлең жырдан емалам. Шала қазақ тілін жұтып сөйлесе, тарих болып қабақ түйет кең далам. Бұл Алматыдағы 133-ші мектептің 11-ші сынып оқушысы Нұрбек Нұржанұлы. Ол көркемсөз аталымы бойынша өзгелерден оқ бойы озық шығып, бас жүлдеге ие болды. 2011-2012 оқу жылында мектебіміздегі жас өркен бишілер тобының жетекшісі Келгенбаева Аида Балғабайқызы Әуезов ауданының 40 жылдығына орай «Біз бақытты баламыз» атты шығармашылық кешін өткізді. Кеште 3 топтағы мектебіміздің бишілері 30-ға жуық туындыларын орындап, көрермендердің ыстық ықыласына бөленді. 2013 жылы жас өркен би тобы Германияда және Францияда өткен халықаралық жарыстарда бас жүлдені жеңіп алды. Аида Балғабайқызының жас өркен бишілер тобы халықаралық республикалық байқаулардың жеңімпазы. Мы хотим выделить особо ансамбль «Жас Өркен», школа номер 133. Они нам подарили 3 замечательных танца. Казахский танец «Доброй», вальс и куклы. Мы просто очарованы. Награждается танцевальный ансамбль «Жас Өркен», школа 133. Маған жақсы мұғалім бәрінен қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деп Ыбырай Алтынсарин бекерге айтпаған. Оқытудың озық технологиясын жете меңгеріп, шығармашылық ізденіспен жұмыс жасайтын ұжым мүшелері аудан, қала көлемінде және халықаралық деңгейде өз іс тәжірибесін ортаға салып, жоғары кәсіби шеберлігін көрсетіп келеді. Осындай ұстаздардың бірі мектебіміздегі музыка пәнінің мұғалімі Жалғаспаева Қанағат Баймұратқызы. Ол 2009-2010 оқу жылында аудандық жыл мұғалімі 2010 байқауында бас жүлдені жеңіп алса, қалалық Алматы жыл мұғалімі 2010 байқауында 1-ші орын алып, автокөлік кілтін иеленді. Разрешите объявить приз. Ключи от автомашины. Вот она, высокая награда за первое место в конкурсе «Учитель года» Алматы 2010. Великолепный автомобиль. Браво!
2011-2012 оқу жылында Қанағат Баймұратқызы Санкт-Петербург қаласында өткен 21 ғасырдың үздік музыка мұғалімі атты 24 елдің өкілі қатысқан халықаралық байқауда 2-ші орынды иеленіп, қазақ музыкасының құдіреті мен өзінің шығармашылық деңгейінің жоғарылығын көрсетті. 2012 жылы «Болашақ бүгіннен басталады» атты республикалық акция аясында Әуезов ауданының 40 жылдық мерейтойына арналған аудан әкімінің қолдауымен Қанағат Баймұратқызының «Болашақ бүгіннен басталады» атты шығармашылық кеші өтті. Мектебіміздің оқушылары, еліміздің белгілі эстрада жұлдыздары Алма Аманжолова, Саят Медеуов, Фарида Жолдасова, Нұргүл Әлғожа, Әйгерім Бекбосынова, Роза Әлғожалармен бірге ән шырқап, көрермен көңілінен шықты. Қанағат Баймұратқызының жеңімпаздық эстафетасын 2011-2012 оқу жылында бастауыш сынып мұғалімі Бапиева Эльмира Бердібайқызы жалғастырды. Ол аудандық жыл мұғалімі 2011 байқауында бас жүлдені жеңіп алды. Үнемі ізденіс үстінде жүретін талантты ұстаздың жеңісі осымен шектелген жоқ. 2011 жылы қала көлемінде өткен Алматы жыл мұғалімі 2011 байқауына қатысты. Жүрегіммен бөбектерді құшамын, мейірімге мәңгі даяр құшағым. Көбелегім, көркемім, гүл көбелек ертеңім. Эльмира Бердібайқызының 4-ші сыныпта өткен «Батырдың аты өлмейді» атты сабағы ұлттық патриотизмнің өнегелі үлгісіндей болды. Осы байқауда 1-ші орынды иеленіп, қала әкімі Ахметжан Есімовтың қолынан автокөлік кілтін алды.
Эльмира Бердібайқызы номер 133 жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі әуез балдары. Первое место в конкурсе «Учитель года Алматы 2011». Диплом «Ключи от автомобиля». Келешек қоғам иелерін жан-жақты жетілген, ақыл парасаты мол, мәдени ғылыми өрісі озық азамат етіп тәрбиелеуде. Номер 133 жалпы білім беретін мектеп ұжымының алар асуы әлі де алда деп біліңіз.